Мемлекеттік қызметте істемесе де тәжірибесі мол азаматтар әкім болуға лайықты. Күрделі сұрақ көтергеніңіз. Ақ жол фракциясының осы аптадағы депутаттық сауалы мәжіліс спикерінің өзін бейжай қалдырмады. Толығырақ Ақ жол тайм бағдарламасында тарқатып айтамыз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 16 наурызда жолдайтын жолдауында кешенді саяси реформаны халыққа таныстыратынын айтты. Ақ жол демократиялық партиясы қазіргі кезде саяси жүйені өзгертпей, әлеуметтік экономикалық реформаларды жүзеге асыру мүмкін емес деп санайды. Осы орайда депутат Азат Перуашев президенттің бұның алдындағы кейбір маңызды саяси реформаларының шенеуніктер тарапынан бұрмаланып отырғанын атап өтті. 2020 жылғы жолдауында мемлекет басшысы ауыл әкімдерін тікелей сайлауды енгізу туралы тапсырма берді. Соған сай, өткен жылы парламентте сайлау туралы заң жобасы қарастырылғанда, аталған заң жобасын әзірлеушілер бұдан былай әкім болуға үміткерлердің мемлекеттік қызмет стажы міндетті емес деп парламент мінбесінен сендірген еді. Біздің партия үшін бұл аса өзекті мәселе. Ақ жол демократиялық партиясының негізін шағын және орта кәсіпкерлер мен зиялы қауым өкілдері құрайтыны белгілі. Олардың көпшілігі мемлекеттік қызмет істемесе де жылдар бойы өз кәсібін дамытып, ауылдастарын жұмыспен қамтып, ұжымдарды басқаруды білетін адамдар. Сондықтан Ақ жол партиясы сол кезде мемлекеттік қызмет стажын жекеменшік ұйымдардағы жұмыс тәжірибесімен теңестіру туралы жаңалықты қуана қабылдаған еді. Заң жобасын талқылау негізінде оны әзірлеушілер әкім болуға үміткерлер үшін аталмыш норма мемлекеттік қызмет туралы заңнамаға енгізіледі. Кандидаттың жеке сектордағы тәжірибесі жеткілікті болады деп уәде берді. Шенеуніктердің уәдесіне сенген ақ жолдықтар былтыр шілде айында өткен ауыл әкімдер сайлауына 138 үміткер ұсынған болатын. Алайда Ал сол жолы жергілікті сайлау комиссиялары мемлекеттік қызмет стажы болмағандықтан 81 кандидатымызды, яғни Ақ жол партиясынан үміткерлердің 60%-ын тіркеуден өткізбеді. Ақыры сайлауға партиямыздан тек 57 кандидат ғана жіберілді. Мұндай ақпараттар түскен соң біз бірден орталық сайлау комиссиясына жүгіндік. Бірақ ЦИК басшылары кандидаттарды қорғаудың орнында бюрократиямен айналысып, біздің сауалымызды мемлекеттік қызмет істер агенттігіне сұра салды. Ал агенттік 2016 жылға өз бұйрығын алға тартып, жалтарма жауап жазып құтылды. Демек, сайлау комиссиясы агенттіктің 5 жыл бұрын қабылданған бұйрығын парламентінде президент тапсырмасында да жоғары қойды. Сол сайлауда өзге партиялардың мемлекеттік қызмет стажы жоқ кандидаттардың тіркелгені де, сайланғаны да жайлы ақпараттар бар. Мәселенің заңда бір жақта реттелмеген шенеуніктер Ақ жол партиясының кандидаттарына қарсы қолданса да, сайлауда 13 үміткеріміз жеңіске жетті дейді Азат Перуашев. Ал мұндай олғылықтар президенттің бастамаларына кері әсер етіп, өзектілігін төмендетіп жатыр. Осыған байланысты Ақ жол Демпартиясының фракциясы біріншіден президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бүкіл ел күтіп отырған алдағы саяси реформаларын бюрократтық ойындарымен бұрмалаудан қорғауды сұраймыз. Екіншіден, ол үшін президенті реформаларын жүзеге асыру аясында үкімет әзірлейтін заң жобаларында біз мысалға келтірген кемшіліктерді түзеп, басқа да маңызды бастамалар бойынша екі жақты түсініктемелерге алдауға жол бермейтін нақты нормаларды енгізу арқылы іске асыруды талап етеміз.